шөлде өмір сусыз болмаған. Жаңағы су өмір дейді ғой. Осы шөлде қазылған құдықтардың барлығы мәлім бір тайпалардың, көбінесе кіші жүз тайпаларының құдықтары. Оның жасыратыны жоқ. Сонау Қызылордадан Ырғыз өлкесінен Бермен қарап бастап жасаған тайпалар осы арада өкілдері болған. Сол осы шөлдегі құдықтардың барлығы сол адамдардың атында. Бұларға келгенімізге біздердің 100 жылдан емес, 1000 жылдан асып кеткен ата-бабамыздың қоныстанған жері. Кешегі кезде тарихымыз бойынша бұл жерлерде үлкен-үлкен абыройға ие болған азаматтарымыз өткен, аталарымыз өткен, батыр, ақылшы би аталарымыз өткен. Қазақтың ең бірінші жоғарғы оқу орны Ташкентте ашылған. Ташкентте Казахский высший педагогический институт. Үйірді 3 адам ректор болып істеді аз уақыттың ішінде. Қазақ халқының көршілес Өзбекстан жерінде қоныстану тарихы әріде жатыр. Дерек көздеріне сүйенсек, бұл жер 16-17 ғасырларда Самарқандты билеген Жалаңтөс батыр мен хандардың орталығы әрі қазақ руларының көшіп қонып жүрген өлкесі болған. Кейіннен патшалық Ресейдің орталық Азияны отарлау саясаты кезінде Ташкент шаһарында құрылған Түркістан генерал-губернаторлығының құрамына Қазақстанның оңтүстік бөлігі енген болатын. Сол кезде қазақ ауылдары біраз қуғынға ұшырап, жергілікті халықтың арасына сіңіп кеткен көрінеді. Ал кеңестік өкімет орнағаннан кейінгі жылдары қазақ халқының басынан талай зобалаң заман, тағдыр тәлкегі өткені белгілі. Елді жайлаған ашаршылық, күшпен ұжымдастыру, репрессия тұрысында талай қандасымыз көршілес өзбек жерінде бой тасалап, пана тапқандығын қазақ зиялыларының жүріп өткен жолдарынан көреміз. Найзасының ұшы қайырылғанда да, тұлпары ақсап майырылғанда да, арыстарынан айырылғанда да жасқанып жаудан ықпаған қазақ. Десекте Қазақстанмен іргелес жатқан елде ағайындарымыз аз емес. Әлем бойынша сыртта жүрген қазақтардың ең көбі Қытайда десек, одан кейінгі орын өзбек жерінде тұрып жатқан бауырларымыздың еншісінде тұр. Мұндағы қандастарымыздың саны 1,5 миллионға жуықтайды. Олардың дені Қарақалпақстан автономиялы республикасында, сондай-ақ Ташкент, Жизақ, Бұхара, Науаи облыстарында шоғырланған. Өзбекстанның солтүстік батысында орналасқан Науаи облысының өзінде 50 мыңға жуық қазақ бар. Олар Кенемих, Үшқұдық, Тамды аудандарында қоныстанған. Бұл ел ескі тарихта Тауелібай деп аталған. Тауелібай деп аталуында өзіндік себебі болу керек. Халқы қонақшыл, базарға жақын, мынау шөлменен дейхан жерді байланысып тұрған жер болған. Сондықтан да бұл жердің халқы өзінің ескі қазақ салтын сақтап қалған, қаймағы бұзылмаған. Қазақ қайда жүрсе де өзінің салт санасы мен әдет ғұрпын жоғалтқан емес. Бабалардан келе жатқан ұлттық құндылықты көзінің қарашығындай сақтап отырған Өзбекстандағы ағайындар келін түсіріп, өрісін кеңейткен қуанышын тойлап жатты. Ағайын бір кәдеге жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Жылқы берсең бие бер, кем болмасын түйеден, қой берсеңіз ағынан болмасын және. Келін түскеннен кейін, бетін ашқаннан кейін үлкен аталар, әжелер осының қолынан шай ішеді. Жаңа енді балам шайды мынандай жай әдемілеп, асықпай, кітті ғана аталарының есінен алып, осы дәстүрді үлкен кісілер ішеді. Бірінші келін аталардың өзінің сүйікті атасы, әжесі болады, енелері, онан кейін жақын жуықтары, туыстары осы келіннің қолынан шай ішеді. Қазақ халқының салты бойынша келін шай бұл жаңа түскен келінге үлкен жауапкершілік жүктейтін, әрі оның төзімділігіне сынмен қарайтын сәт. Рәсімнің соңында көпшілікке биязы мінез көрсетіп, шайды баппен құйған келінге қариялар ризашылық